Сәлем достар, қалдеріңіз қалай? Бүгін сіздермен бірге құрамы ерекше котлет дайындайтын боламыз. Бұған 500 грамдай капустаны міне осындай етіп теркіден өткізіп алсаңыздар болады. Қаймақ немесе кефир, бір жұмыртқа, тауық етінен немесе сиыр етінен фарш және мындай овсяная крупа және мындай қосатын қоспаларыңызды алдын ала дайындап аласыздар. Ендеше дайындауды бастайық. Бірінші капустамыздан саламыз. Қоспаларымыздың бәрін қосып аламыз. Үстіне фарш саламыз. Енді үстіне қаймақ немесе кефирімізді саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз мына жерде. Бұлар жақсылап кіріп араластырамыз. Енді мұны овсяный крупамызды салып, араластырып, осыны араластырып болғаннан кейін 20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін барып жақсылап кіріп қуырып аламыз. Қазір осыны араластырып болғасын етін жауып қойып. Ал достар, 20 минутымыз өтті. Енді котлетімізді дайындаймыз. Мындай қоспа шықты. Ал енді котлетімізді осындай әдемі формаға келтіріп дайындаламыз. Ал майымыз қызды, енді бисмилла деп котлетімізді қуыратын боламыз. Бұл котлетке чеснокты қоссаңыздар да болады, чеснок болмай жатса жуа қоссаңыздар да болады. Тағы айта кететін дәлелім, егер үйде бір құрамы жетіспеді деп тамақты пісірмей тастамауға болмайды. Құрамы жетіспесе үйлестіре беру керек. Бәрімізде тағам дәмді шығады. Байқап көру керек. Мен жаңа бір бас жуа қостым бұның ішіне. Ал енді жайлап осылай қуырып аламыз. Осылай әдемі болып қуырып
teşekkürüm bu şubatın. Keremet mendetli türde dayındap ko'ringizlar dostlar. Çiğdemli bu şubatı. Al bir jagı duyuruldu. Tağ bir ayta geçetindeyiz. Bunun içine gelin qo'shsangizlar var. Gelin qo'shsangizlar tipti öte keremet dostlar. Ince ro'zg'orlarda qo'shgan yo'qman. Biroq sayniga to'liqday yozib ketamiz. Kerak qonlarni o'zingizdan o'qib qarab olsangizlar bo'ladi. Kızlar, endi kotletimiz qo'rib bo'ldi. Endi az vaqtga buqtirib olsak bo'ladi. Sal suv quyib 5 minutda buqtirib olsangiz bo'ladi. Al kurik. Kotletlerimizni osılay buqtirsangizlar, ulkan ob'yem beradi. Kotletlar ulkayib, isinib, bunday to'p-to'paq ademi bo'lib turadi. Agar соус teriyakini beğenmeyi Тут старого пышный, нежный. Dostlar, mendetli türde dayandap ko'ringizlar. Bu retseptdan dayandasangizlar sizlarga o'yga qatlamay